Есейіп қалған балаға кей сөздерді айту, оның жүрегіне байқалмай жара салуы мүмкін. Біз кейде жақсы көргеннен, тәрбиелегіміз келгеннен айтып жатамыз. Бірақ кей сөздер баланың өзіне деген сенімін әлсіретіп, ішкі әлеміне ауыр тиеді. Сенен ештеңе шықпайды, басқалардан қалып қойдың, неге анау сияқты емессің? Сен әлі де бала сияқтысың, сен түсінбейсің. Осындай сөздер есейіп келе жатқан балаға ауыр естіледі. Ол сыртынан үндемесе де, іштей бәрін қабылдайды. Өйткені жасөспірім шақ, өзін іздейтін, сенім қалыптастыратын уақыт. Дәл осы кезде қолдау сөздері ауадай қажет. Әр бала естігісі келетін сөздер бар. Саған сенемін, қолымнан келеді, қателесу қалыпты, мен әрқашан жаныңдамын. Есейген балаға ұрсу емес, түсіну керек. Бұйыру емес, сөйлесу керек. Салыстыру емес, қолдау керек. Себебі бүгін естіген сөздер ертең оның өзіне қалай қарайтынын анықтайды. Бала қанша есейсе де, ата-анасының жылы сөзіне мұқтаж. Бір ауыз дұрыс айтылған сөз оның өмірін өзгертуі мүмкін. Сондықтан сөзімізге абай болайық. Жүрегін жараламай, керісінше қанат бітіретін сөздерді көбірек айтайық. Достар, сіз қандай сөздерді айтпауға тырысасыз? Пікірге жазыңыздар. Каналға тіркеліп пайдалы, мағыналы видеоларды бірге тыңдайық.